Сәлеметсіздер ме достар? Бүгін бикеш знагына арналған сәуір айына астрологиялық жұлдызнама жасағым келіп отыр. Жалпы көп адамдар комментарийда жазып жатыр, дом дегенді түсінбедік деп. Достар, дом туралы менің арнайы шығарған видеом бар. Әр 12 домға жеке тоқталған видеом бар. Сол видеоны тауып каналдан көрсеңіздер, дом дегенді түсінетін боласыздар. Бәріміз бір волнада болатын боламыз, бір-бірімізді түсінетін боламыз. 2023 жылдың ең маңызды айларының бірі осы 4-ші ай және 3-ші ай, одан кейін 5-ші ай болып есептелінеді. 3-ші айды білесіздер барлығыңыз, алдыңғы айда айтқан болатын, өте жаңағы бір маңызды ингрессиялар болды. Екі планета өздерінің знактарын ауыстырды. Қалай өздеріңізде қандай жаңалықтар болып жатыр, өзгерістер болды ма, сіздерде жоқ әлі сезген жоқсыздар ма? Өйткені әлі ол жаңағы 1 градусына енді ғана кірді ғой. Кейбір адамдар оның өзгерістерін сезінбейді. Бірақ та мен өзім ойлаймын, өзгерістер болып жатыр. Байқап отырсаңыздар, мысалы сайлау өтті, жаңағы халықтың арасынан шықты адамдар деген сияқты. Жалпы өзгерістер көп болып жатыр. Менің өзімде, мысалы, енді менің ойыма кіріп шықпайтын бір өзгеріс болды. Оны енді сіздерге подробно айтпай қояйын, бірақ өзгерістер болып жатыр, өте мощный. Енді бастайық. Осы айдағы өте бір маңызды событияның бірі бұл 20 күні болады. Ол туралы қазір алдыда айтатын боламын, күннің тұтылуы туралы. Енді ең бірінші аспект бұл Меркурий планетасы. Меркурий планетасы сіздердің 9-шы домдарыңызға кіретін болады. 3-ші сәуір күні. 3-ші сәуір күннен бастап бір ай уақыт Меркурий планетасы сіздердің 9-шы домдарыңызда болады. Яғни сіздің интеллектуальный способность, қабілеттеріне жауап береді Меркурий планетасы. Яғни осы интеллектуальный қабілеттеріңіз сіздің жаңағы рухани жаққа бағытталатын болады. Сіз жаңағы өте сондай духовный дейді, духовный жаққа көбірек көңіл бөлетін боласыздар, өте терең ойланатын боласыздар Меркурий бойынша. Жалпы осы өмірдегі ішкі комфорт, адамның внутренний покой дейді ғой. Сол внутренний покой деген не деген сияқты сондай темаларға кірісетін боласыздар. Екені бұл торпақ знагында болады. Ал торпақ знагы бұл адамның тұрақтылығына жауап береді. Ол ішкі тұрақтылық болуы да мүмкін, сыртқы тұрақтылық болуы да мүмкін. Сондықтан 9-шы дом бойынша бұл сіздің ішкі тұрақтылығыңыз. Және де Меркурий планетасы бұл бір қағаздар, бір документтерге жауап береді. Сондықтан 9-шы дом бойынша мүмкін сіз виза алуыңыз мүмкін, басқа жаққа жаңағыдай басқа жақта тұратын болсаңыз вид на жительство алуыңыз мүмкін. Сондай бір документтер болуы мүмкін 9-шы домға байланысты. Одан кейінгі аспект бізде 6-сы күні полнолуния болады. Полнолунияны мен всегда айтамын, өте эмоциональный кезең. Адам қатты эмоционировать етеді, өйткені күн планетасы мен ай планетасы бір-біріне қарама-қарсы тұрғандықтан 180 градус оппозиция дейміз. Оппозицияда тұрғандықтан бұл жерде энергия екі жаққа бөлінетін болады. Bir жағыңыз былай тартады, бір жағыңыз былай тартады. Яғни бір күлейін дейсіз, бірақ та бір жағынан бір депрессия, стресс сияқты бір апатия болып тұрады. Сондықтан бұл кезде кішкене өзінің эмоциясын қолында ұстау керек. Және де бұл полнолуния сіздердің 2-ші домдарыңызда болады, ал 2-ші дом мен 8-ші дом бұл қаржылық ойысқа жатады бізде. Және де осы кезде полнолуния бізде оңтүстік ай түйініне жақын орналасады. Ал оңтүстік ай түйіні бізде адамның бұрынғы нәрселеріне жауап береді, адамның прошлойына жауап береді. Осы кезде бұрынғы бір қайтарылмай қалған қарыздарыңыз, 2-ші дом бойынша сіздің жаңағы партнеріңіз, сіздің партнеріңіздің өмірлік серігіңіздің, яғни сол адамның қарыздары шығуы да мүмкін. Өйткені бұл жерде Юпитер планетасы қосылып тұр. Бұл полнолунияда Юпитер планетасы да бар, қарама-қарсы тұр, яғни 8-ші домда күн планетасының жанында тұр. Сондықтан бұл бұрынғы ескі мәселелер, тек қана қарыздар емес, қандайда бір документтер, бітпей қалған документтер, құжаттар болуы мүмкін. Бұрынғы сіз жасамай жаңағы самотек дейді ғой, самотекқа жіберген бір документтер болуы мүмкін. Сондай бір жұмыстарыңыз қайтадан шығуы мүмкін 2-8-ші дом бойынша. Одан кейінгі
бір өте позитивный аспект бізде 11 күні болады. 11 сәуір күні Юпитер планетасы жаңағы адамды кеңейтетін, көбейтетін, экспансия беретін планета, позитивный планета, күн планетасымен екеуінің арасында соединение болады. Бұл екеуі де огненный планета, және бұл соединение огненный знакта болады, тоқты знагында, және де сіздердің 8-ші домдарыңызда болады. Ал 8-ші дом бұл өте бір скрытый домдардың бірі, адамның жаңағы ішкі психологиялық состояниясы, психикалық состояниясы, адамның жаңа айтып қарыздар, осы дом бойынша жаңағыдай бір құжаттар, біреуден қалған наследство, наследство, страховканың жұмыстары, осындай жұмыстардың барлығына жауап береді. Жаңағы перерасчет, бір нәрселерде сіз санайсыз, сондай жұмыстарға жауап береді 8-ші домның темасы. Енді осы жерде сіздерде сондай активно, енді огненный планеталармен знак болғаннан кейін активно сондай жұмыстармен айналысуыңыз мүмкін. Одан кейін 12-сі күні осы аспектті жаңағы күшейтетін бұл күн мен Юпитер планетасы квадрат аспектінде болады. Квадрат бұл напряженный аспекттардың бірі, Плутонға квадрат болады. Ал Плутон сіздердің 6-ші домдарыңызда, яғни 6-ші дом адамның жұмысы, адамның денсаулығы. Мүмкін осы кезде өзіңіздің психикалық денсаулығыңызбен айналысатын боласыз, яғни күнделікті емес, енді күн ара қандай да бір уақыт. 6-шы дом жалпы режимға жауап береді ғой. Сондықтан осы жерде сіздер өздеріңізге бір режим қоюыңыз мүмкін. Өзімнің жаңағы психикалық состояниеммен айналысам, психологқа барам деген сияқты, немесе сондай бір гипноз жасайтын адамдар да бізде осы 8-ші дом бойынша өтеді. Сондықтан сондай бір өзіңіздің ішкі психологиялық жағдайыңызды дұрыстайтын адамға бару туралы шешім қабылдап, регулярно сол адамға баратын боласыз. Және де егер жұмысқа байланысты болса, Плутон мощный планеталар болғандықтан, бұл жерде егер сондай бір қарыздарыңыз шығатын болса, сіздер өздеріңізді жаңағы бір тәртіпке келтіретін боласыздар. Яғни регулярно жаңағы төлеп отырам деген сияқты, немесе регулярно бір уақытқа, айға, жылға бөлуіңіз мүмкін, немесе жаңағыдай бір отсрочка сұрауыңыз мүмкін, немесе сіз өзіңіздің жаңағы өзіңіздің темпіңізда, бикеш знагының темпінде сіздер бірден қайтарып тастауыңыз мүмкін, егер сондай бір қарыздарыңыз шығатын болса. Немесе жаңағы Юпитер мен күн планетасы екеуі расширенияға жауап береді, ал 8-ші дом бұл қаржылық жағдай. Мүмкін сіздің жаңағы өзіңіздің серігіңіздің, партнеріңіздің жұмысында болсын, оның қаржылық жағдай резко көтерілуі мүмкін, өсуі мүмкін да. Өйткені бізде Юпитер планетасы жаңағы экспансия, расширенияға жауап береді деп айттым, адамға позитив, подарка береді. Сондықтан бұл жерде проблемаңыз да үлкеюі мүмкін, партнеріңіздің, мүмкін қаржылық жағдайыңызда үлкеюі мүмкін. Даже вообще кейбіреулерде болады осындай аспект кезінде именно бір наследство алады, кейбір адамдар неожиданно сондай. Сондықтан егер сондай жағдай болуы мүмкін, Плутонмен жаңағы квадрат аспектінде болғандықтан, бұл аспект енді әр адамда әртүрлі проигрываться етуі мүмкін. Одан кейінгі аспект, осы айдың ең маңызды аспекттарының бірі бұл 20-сы күні болатын, яғни 19 күні түнде болады, 20-сы деп берейін, 20-сы күні болатын күннің тұтылуы. Бұл күннің тұтылуы тоқты знагының ең соңғы градусында болады, және де бұл сіздердің 8-ші домдарыңызда болады. Жалпы күннің тұтылуы кезінде адамның көзі де тұтылады, адам бір қараңғы туннельден өткендей болады. Көп нәрсені көрмей қалады, көп нәрсені жіберіп алады. Осы кезде адам уязвимый болады. Жаңағыдай бір қандай да бір предложениялар түссе, сондайға тез келісе салуы мүмкін. Яғни бұл полнолуниядан 2 есе эмоциональный кезең болады. 2 аптаға дейін созылады. Бізде коридор затмение бұл 5-ші мамырға дейін болады. 5-ші мамыр күні лунное затмение болып, бұл коридор жабылатын болады. Бұл кезең өте маңызды. Осы кезде көбінесе ойланыңыздар, ой елегінен өткізіңіздер, жақындарыңызбен, өзіңіздің серігіңізбен ақылдасыңыздар. Бірақ та
жаңағыдай басқалармен қол алысып, келісім шартқа отыруға болмайды. Және де осы келесі күні бізде Меркурий планетасы ретро қозғалысқа көшетін болады, яғни артқа жүре бастайды. Транспорт жүйесінде хат-хабар, связь, доставка деген сияқты нәрселерде кішкене задержкалар бола бастайды. Бізде жаңағы Меркурий планетасының ретро қозғалысы 3 аптаға дейін созылады, яғни 15 мамырға дейін созылады. Сондықтан осы кездері кішкене өздеріңіздің шыдамдылықтарыңызды көрсетіңіздер, шыдамды болыңыздар. Ал затмение бойынша, затмение бұл өте маңызды домдарыңызда болады, 8-ші домда. Осы затмение бізде барлық осы жылдағы жаңа 3-ші айда болған ингрессияларды іске қосатын затмениялардың бірі, ең бірінші затмение осы айда болатын. Сондықтан бұл затмение өте маңызды. Барлық нәрсе іске қосылатын болады. Көптеген өзгерістерді 20 сәуірден бастап байқай бастайтын боласыздар. Және көп энергия жаңағы біздің қоғамның ортасында тұнып тұрған жаңағы энергия осы қараңғы туннельден өтіп бір жарық көретін болады. Яғни көп нәрселердің беті ашыла бастайды. Мына Сатурн планетасы айттым ғой алдыңғы видеоларда. Жаңағы балықтар знагына кірді. Екеуінің энергетикасы екі түрлі. Балықтар знагы бізде өте туманный знактардың бірі. Сондықтан Сатурн планетасы ол знактың ішіне кіргенде өзінің жаңағы правиласын, тәртібін орнататын болады. Көп адамдардың көзіне көрінбей, біздің көзімізден жасырын нәрселердің барлығы судың бетіне шыға бастайтын болады. Бұл 3 жылда болатын мәселелер. Сатурн планетасы балықтар знагынан кейін тоқты знагына кіреді, яғни бір цикл басталады, 30 жылдық жаңа цикл басталады. Сатурнның балықтар знагына кіруі сол жаңа циклға дайындық десек болады. Сондықтан Бикеш знагындағы ханымдар мен мырзалар, осы затмение сіздердің 8-ші домдарыңызға кіреді. 8-ші дом, еще ұмытпаңыздар, қарыздарға жауап береді. Сондықтан алдыңғы жылдарда қарыздарға кіріп кетпеулеріңіз керек. Ондай нәрселерден аулақ болу керек. Керісінше жаққа қарай жұмыс істеңіздер, өздеріңіздің финансовый потоктарыңызды, финансовый изобилияларыңызды керісінше көтеру жағына қарай жұмыс істеңіздер. Және бұл затмение енді 8-ші дом болғандықтан бұл көбінесе адамның партнерына жауап береді да, сол партнердің ақшасына жауап береді. Сондықтан осы алдыңғы жылдарда сіздер сондай бір мансапты адаммен танысып, сондай адамға үйленуіңіз мүмкін. Яғни сіздің қаржылық жағдайыңыз сіздің партнерыңызға байланысты өзгеруі мүмкін. Сондықтан бұл сіздер үшін бұл затмение өте маңызды. Осы айдағы планеталардың жүрісін, қозғалысын, аспекттарын өзіңізге тек позитивный жағынан қолданыңыздар. Каналыма тіркеліп, лайктарыңызды басып кетіңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.